Сәлеметсіздер ме қыз келіншектер? Бүгін өте дәмді лимонный пирог әзірлейміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, жасалу жолын көріп алыңыздар. Ол үшін бізге үй температурасында тұрған 250 грамм сары майды немесе маргаринді қолдануға болады. Егер май қатты болса, түйіршіктеніп тұрады. Енді майдың үстіне 200 грамм қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қант пен майдың үстіне 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап осылай миксермен тағы да араластырып аламыз 1 минут шамасында. 450 жоғары сұрыпты ұнымызға 1 пакет разрыхителімізді салып, електен өткіземіз. Яғни електен өткізіп, жаңағы майлы массамыздың үстіне қосамыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Немесе жағына венчикпен араластыруға да болады. Енді 1 пиала сүтімізді құйып, 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Яғни ішінде түйіршіктері қалмау керек. Қасықпен көрген кезде қою қаймақ тәріздес болу керек. Яғни қасықтан ағып кетпеу керек. Егер де қамырдың тым қою болып кеткен байқасаңыз, онда аздап сүт қосуға болады. Немесе сұйық болған жағдайда үстіне тағы да ұн қосуға болады. Жақсылап араластырамыз және жарты лимонның сыдырасын үткізгіштен өткізіп, және сол лимонның суын сығамыз. Яғни 2 қасықтай шығу керек. Жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ жемістерден мейіз қосуға да болады. Енді диаметрі 26 сантиметрлік формаға қамырымызды құйып, қызып тұрған 180 градуста пешке 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Және духовканың есігін ашпау керек, өйткені ортасы басылып қалуы мүмкін. Дайын болған пирогымызды суытып, формадан алып, қант ұлпасымен әсемдесеңіздер болады. Өте жұмсақ, нәзік және өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.